Шөп шегу үшін басқа жігіттермен ақшаға жатып, жігіті еке сол тапқан табысына күндерін көреді. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Кинотайм каналы. Бүгін сіздерге Кэнди деген фильм жайлы айтып беретін боламын. Басты рөлдегі жап-жас Кэнди Уайт деген суретші қыз Дэн деген жігітпен танысады. Дэн оны өзінің шөп өмірмен таныстырып, оны жаман жолға итермелейді. Екеуі де ешқандай жерде жұмыс жасамайды, бірақ жұмыс істемесе де олар өздерінің Каспер деген танысынан қарызға үнемі ақша алып жүреді. Болмаса жігіт Кэндидің ата-анасынан мен қызы үшін сыйлық аламын деп өтірік алдап тағы да қарызға ақшала береді. Ал кейбір кезде олар бір бос жатқан үйлердің заттарын ұрлап, оларды сатқан ақшаға қайттан шөптерін шегіп, сол өмірлеріне мәз болып жүре береді. Күндердің бір күнінде олардың шөп шегуге ақшалары болмағаннан кейін, амалы жоқтан Кэнди өзінің әжесі берген жүзігін ломбардқа қоюға барады. Бірақ ломбард оған